Бұл фильмнің тақырыбы демография. Бәріңе сәлем. Демография ол мемлекеттің басты байлығы. Бұл әлемдегі әрбір елдің негізгі байлығының бірі. Бұл халықтың тұрақты өсуі, туу деңгейінің жоғары және халықтың табиғи өсімінің ең жоғарғы тұрақты елі. Сапалы демография кез келген елдің негізгі тірегі болып табылады. Ал елдің демографиясының болашағы жарқын болатынына күмәніміз жоқ. Түркістан облысының өзге аймақтармен салыстырғанда бір қатар ерекшеліктері бар. Ол ерекшеліктер алдымен ұлттық, мәдени, өндіріс, дәстүр және географиялық орта сынды бір қатар факторлармен сипатталады. Түркістан облысы Қазақстанның облыстар қатарында демографиялық өсім бойынша бірінші орында алып тұр. Жалпылама алғанда, Түркістан облыстың тұрғындарының саны 1989 жылғы санақ бойынша 1.824.000 адамды құраса, 1999 жылғы санақ нәтижесінде 1.978.000 адамға өскен. Өз кезеңінде халық санының жоғары өскендігін 2009 жылғы санақ қорытындысынан көреміз. Өйткені осы жылғы санақ бойынша халық саны 2.382.000 адамды құраған болатын. Түркістан облысының халық саны 2024 жылға 1 сәуірге 2.145.000 адамды құрады. Оның ішінде 530.000 адам қалалық, 1.615.000 адам ауыл тұрғындары. Ер адамдар 51%, 49% әйел адамдарды құрайды. Шымкент қаласы ірі қала ретінде бөлініп шыққанына қарамастан, Түркістан облысының халқы саны өсуде. Көрсетілген статистикалық мәліметтердің өзі Түркістан облысының демографиялық ахуалының тұрақты даму үстінде екендігінің дәлелі. Ел бала туу деңгейінің ең жоғарғы көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 22,6 нәресте. Халқының табиғи өсімінің ең жоғарғы деңгейі 32,5 адамға дейін жетті. Облыс аумағының көп бөлігін 70% қазақтар құрайды. 17% өзбектер, 7,2% орыстар, 1,2% татарлар, әрі қарай Әзербайжан, тәжіктер, түріктер және тағы басқалары бар. Түркістан облысының ауыл халқының сандық көрсеткіштерінің ұдайы өсуі әрине ауылдық жердегі әлеуметтік-экономикалық мүмкіндіктердің жоғарғы деңгейде екендігімен түсіндіруге болады. Сонымен қатар, Түркістан облысы жақын және алыс шетелдерден қандас қазақтарымыздың көптеп көшіп келетін аймағына айналғанына бірнеше жыл болды. Кез келген қоныс аударушы адам алдымен өзіне және отбасына болашақта өз кәсібін ашуға мүмкіндіктер туғызатын жерді таңдайтыны сөзсіз. Сол себепті де географиялық орта адам баласына ыңғайлы Түркістан облысы қандас қазақтарды көптеп қызықтырады. Нәтижесінде Түркістан облысына шекаралас Өзбекстаннан ғана емес, сонымен қатар Түркия, Ауғанстан, Ираннан қандастарымыз қоныс аударуда. Географиялық ортаның қолайлығымен қатар Түркістан облысында қазақтар көптеп шоғырланған аймақ болып табылады. Түркістан облысы көп балалы аналардың үлес салмағы жоғарғы екендігін байқаймыз. Тек 4 бала ғана емес, сонымен қатар 5-6 сәбилерін дүниеге әкеліп жатқан отбасылар көптеп кездеседі. Бір өкінішті жайт, облыс көлемінде акушер-гинеколог мамандары өте аз. Сәйкесінше облыс көлеміндегі аудандарда осы мамандармен қамтамасыз етілу дәрежесі өте төмен. Түркістан облысы жастар арасында отбасы болу үдеріс дәрежесі қарқынды. Өйткені 15 және 19 жас арасындағы
бойжеткендердің 1000 адамға шаққандағы туу көрсеткіші 30,1%-ді құрайды. Тағы бір айта кететін жайт, бұл көрсеткіш республикадағы өзге облыстармен салыстырғанда жоғарғы болып отыр. Осы бағыттағы зерттеу жұмыстары мен арнайы статистикалық мәліметтер бойынша Түркістан облысының демографиялық ахуалын одан оңтайландыру үшін бір қатар ұсыныстар жүргізуге болады. Көп балалы отбасыларға материалдық қолдау көрсету арқылы халықтың табиғи өсіміне жағдай жасау, жас отбасыларға арналған түрлі игіліктерге мүмкіндік беретін бағдарламаларды жүзеге асыру, жасөспірімдер мен жастарға отбасы құндылықтарын насихаттайтын шараларды жүйелі жүргізіп, отбасылық институтта қайта құру. Жастарды жаңа жұмыс орындарына белсенді тарту, жоғарғы оқу орындарына заманауи үлгідегі техникалық мүмкіндіктерін арттыра отырып, олардың өзге аймақтарға көшу үдерісін азайту деп қорытындылаймын. Келесі кездескенше!